Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін голубцы тесто көрсетемін. Яғни піскен күріш, фарш, тұз, қара бұрыш. Ұнаса чеснок қосуларыңызға болады, жуа қосуларыңызға болады. Менің балаларым ұнатпағаннан кейін мен оны қоспай тұрмын. Сіздерге қосуларыңызға болады. Барлығын кішкене пісте майын қосып аламыз. Бұл начинкасы. Араластырамыз. Начинкасын дайындап алдық, яғни енді оған кәдімгі өзіміздің етке илегендей жұмыртқасыз еттің қамырын шырдың 2 спон ұнынан илейміз. Яғни тұзды суға, жаңағы ыстық емес, өте қолыңыз күймейтіндей суға тұз саласыз да илейсіз. Сіздерге қанша көлемде керек, сол өлшемде илесеңіздер болады. Безглютеновый писюльмарыңыз болса, писюльм қоссаңыздар да болады. Бұлын көп тұрған сайын қатая береді, сол үшін қаттыға билеп тастамаңыздар. Міне, нанды жұмсаққа билеп алыңыздар. Соны илеп алғаннан кейін тындырып қойсаңыздар да болады. Сразу жая берсеңіздер де болады. Мен 2 күлше жасадым. Бұл тұрған сайын қатая бастайды. Осындай жұмсаққа билеңіздер, чтобы қолдарыңыз нетіп тұрады. Үнді молырақ сеуіп, жайып көрсетемін. Тестамызды айдаттап, үнді молырақ сеуіңіздер де жайып алыңыздар. 2 шетін ақырын баса берсеңіздер, өзі тесто шығады. Бір молырақ оны сеугеннен кейін ақырындап 2 шетін баса берсеңіз, өзінен шығады. Қатты баспаңыздар, жыртылып кетеді. Өздеріңіз қалауларыңызға байланысты жұқарақ қылам десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Енді кесіп қашып саламыз. Тестоға азнаулық май жағып алыңыздар. Пісте майынан жағасыздар. Тестоны кесіп аласыздар, өздеріңіз ойлағандай. Фаршын салып, шпыш жасайсыздар. Оны тура мантываркаге біз жасайтындай, біз пісіретіндей 30 минутқа пісіріп аласыздар. 30 минут жеткілікті фаршы піскенге дейін. Сіздердің балаларыңызға қаймақ болатын болса, қаймақпен берсеңіздер болады. Осылай түйе бересіздер үшбұрышқа. Осылай түйе бересіздер. Осылай түйіп, аралай жасап бересіздер. Дайын болды. Голубцы тесто қаймақпен, кетчуппен, майонезбен берсеңіздер болады.